Мята керек дейсің, жалбыз керек, сосын сары ағаш. Мен сені түсіріп жатырмын. Көрсетеді, таныстыр. Қолыңдағы не? Айсұлтан. Мен бүгін макетті жасаймын. Мынау мята, мынау киви, Сироп, я? сары ағаш. Жақсы. Оның жасау жолдарын түсіндіріп берші ал. Бірінші сары ағаш құямыз да графикқа. Сосын осы кивині сиропты құямыз. Жақсы. Ал аша қоямын. Сиробыңды ашып ал. Мүмкін сиробың бірінші құйып ал, сосын сары ағаш үстіне құйған кезде жақсы араласады шығар мүмкін. Иә? Қайсы істей бер. Мен өзі жайдан. Боя қойып қалған, не? Жақсы, ананың аузын аша аласың менде? Иә. Күшін көп қой, әйтті. Балалар, сендер дүст жасай аласыңдар ма? Айсұлан деген достарың мохито жасап жатыр. Қайсы енді араластыр аха сонымен. Жақсы. Метаның қазақшасын білесің бе? Метаның қазақшасы жалғыз дейді. Достарыңа айтып үйретіп қой. Бұның аты жалғыз дейді. Дайын ба? Жақсы, енді стаканына құйып іше қой. Достарыңа үйретіп қой. Төгілген затты жинап, арттарыңда жиыстырып жүру керек деп айтып қой. Иә? Дәмді екен. Дәмді ме екен? Арттарыңда жинап жүріңдер. Жарайсың. Достарыңа сау бол деп қой. Сау бол.